Құрметті қазақстандықтар, сіздерді еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Әрине, 25 жылдың ішінде көптеген нәтижелер көрдік, көптеген жетістіктер көрдік. Мәдениетіміз қайта жанды, тіліміз қайтарылды деп айтсақ болады. Салт дәстүрлерімізді қайтадан сақтай, осы өзіміздің аналарымызды, аталарымызды құрметтеу салттары қайтадан өзінің өмірімізде орын алып жатыр деп айтсақ болады. Әрине, 25 жылдың ішінде қандай жетістіктер болды десек, бірінші менің айтқым келетін осы елдің тыныштығы. Осы бейбітшілігімізді 25 жылдың ішінде дамытып келе жатырған елбасының саясатына сай, 100-ден астам осы қазақ жерінде тұрып жатқан халықтың тату болуы үлкен жетістік. Тағы да бір өте маңызды осы 25 жылдықтың ішінде орын алатын жетістіктеріміздің біреуі әрине біздің қазақ тіліміз. Біздер әсіресе осы ұлттық арнаның өкілі ретінде Қазақстан телерадио корпорациясының 100% ұлттық арна қазақ тілінде шыққандықтан біздің қуанатын жағдайымыз осы қазақ тілінің қайтадан дамуына. Биылғы ақпараттардың арасында осындай бір жақсы ақпарат болды. Еліміздің бірінші сыныпқа барған балалардың арасында 88% қазақ мектебіне барды деген. Ол әрине біздің болашағымыз. Осы өзіміздің болашағымызда қазақ тілінің орны бөлек өте маңызды орын алады деген белгісі. Осы Қазақстан көптеген әлемге танымал адамдар шығарсын деп тілегім келеді. Қазақстанның өзінің әлемдегі деңгейі, әлемдегі орны бөлек болсын дегім келеді. Соған қалайық, бірге жетейік, әрқайсымыз жанымызды беріп, осы елімізге қызмет жасасақ, өзіміз істеп жатқан ісімізде алда болсақ, істеп жатқан ісімізді жақсы нәтижелі қылып жасасақ, менің ойымша Қазақстанның тәуелсіздігі арта берер деген ойдамын. Менің ойымша сол кезде ғана Қазақстан ары қарай дамып, сол әлемде өз жақсы орнын табады деген ойым бар. Тағы да осы барлықтарыңызды құттықтаймын. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын, еліміз мәңгілік болсын, жақсы жағдайлар бола берсін.